Әділ қасқыр туралы аңыз. Шаңқай түс. Тастөбеде тұрған күн нұрын айнала қаншама шашқанымен, күні кеше ғана топан судан тазарған жер беті әлі де болса қыза қоймаған сәт. Жер бетіне шыққан өсімдіктер мен ағаш жапырақтары енді ғана бүршік жарған сәт еді. Топан судан кейінгі тіршіліктің енді басталған бұл сәті айналаға көрік бере бастағандай. Қазғұрт баурайы мен келес аңғарларында қосақтасқан әртүрлі тіршілік иелері бір-бірінен әлі де ұзай қоймапты. Бұлар күні кешегі Нұх алейхиссалам пайғамбардың кемесінен шығып, бойларына ауыр аманат арқалаған жердің алғашқы әрі болашақ иелері еді. Олардың бір тобы өзен мен тау жағалап, топан су астында қалған сасыр, адараспан, майқорай, ақбоз, бозқағанақ, жусан секілді өсімдіктердің қорандысын теріп жеп жүрсе, екінші тобы суда қалып опат болған өлекселерді қорек етіп жүр. Топқа қосылмай бөлектеніп жүрген екі қасқырдың қырдан қыр асып белден белге шыққанына 2 жұма болған еді. Азығы таусылып, нәр татпағандарына да 2 жұма болған. Алыстан қарауытып көрінген денеге дегбірі қалмай жүгіріп келеді де, жұптасып жүрген не марал, не бөкен болмаса 4 түліктің бірі екенін көріп амалсыз кідіреді. Ауыздарынан сілекейлері ағып шоқиып отыра кетеді. Тағы да екеу-ақ дейді әлденеге ренжігендей ана қасқыр. Сырттаны болса амалғанша шыдайық дегендей өзін кінәлі санап ана қасқырдың жалын жалайды. Еркелеткендей сыңай танытады. Бұдан артық шыдай алар емеспін, ашығып барам. Тым болмаса тамағыма талшық етер бір амал тапшы. Мен ойламасаң да ішіңдегі келер ұрпағымызды ойлашы дейді ашыққан ана қасқыр. Шыда, тағы 1-2 күн шыда дейді гүр ете қалған сырттан қасқыр. Дауысы қатал шықты. От шашқан екі көзі айтқанымды ұмыттың ба дегендей кінә атып тұрған сияқты. Әлсіздік бойын билеп, жерге 2 аяғын төсеп жата кетеді. Өткен күнгі әңгіме есіне түсті. Түні бойы жемтік таба алмай ашыққан ана қасқыр таң ата өріске шыққан арқардың біріне тұра ұмтылған. Қауіп қатерсіз тұрған арқардың артынан істеп, ыстық етінен тоя табуға таңып қалған еді. Тоқта деген зор дауыстан селк етіп, артқы жамбастан тиген соққыдан аунап түсті. Денесі үрпиіп, бойын ыза кернеген ана қасқыр ашулана айқайлап артына қарады. Серігі сырттан қасқыр екен. Тоқта, қайт кері деді ашуланған сырттан. Бүгінді ғана ойламайық. Түкке түсінбеген ана қасқыр. Өл деймісің, қарным ашып барады деді. Арқарға бір, айналаға бір қараған сырттан серігіне қарайды да. Бұлардың бәрін немесе біреуін жегеннен бізге не түседі? Топан судан кейінгі тіршілік иелері біз емеспіз бе? Біздің санымыз қазірше 2-ден ақ. Олар да 2, аналар да 2, бәрі 2 деді өріске шыға бастаған басқа жануарларды көрсетіп. Сол да жетпей ме? Біреуі екеумізге 2-3 күн асық қой дейді ана қасқыр. Иә, жетеді. Бірақ соның біреуін жесек, оның ұрпағы мәңгіге жойылып кетпей ме? Бізге ертең де, арғы күні де, одан кейінгі күндерде де тіпті өмір бойы азық керек емес пе? Ал біздің келер ұрпағымыз ішіндегі болашақ бөлтіріктеріне де тамақ керек емес пе? Қазір біреуін жесек, кейіннен олар қалай көбейеді? Бөлтіріктерің, ұрпақтарымыз не жейді? Қалай күн көреді? Соны да ойлайық. Келешегімізді бүгіннен ойламасақ, келер күніміз не болмақ? Тек өзімізді ғана емес, аналарды да ойлайық. Сол арқылы болашақ ұрпағымыздың жайын ойланайық, дейді сырттан қасқыр. Қарным аш қайтемін дейді сырттаның сөзінен соң ана қасқыр. Сабыр сақта. Бұлардың бірде-біріне тиіспейік, жемейік дейді. Ойын қайталап сырттан қасқыр. Өссін, көбейсін. Содан сен де тоқ, олар да тоқ, бәріміз де тоқ боламыз. Осы әңгімеден соң сырттан қасқырдың дегеннен шыға алмай, жұптасып жүргендерді тек сырттай бақылаумен ғана болды. Ана қасқыр күн санап әлсіреп барады. Ішіндегі баласы бүйірін түрткілеп, тынышсыздана бастағанына да 2 күн болды. Әсіресе бүгін көбірек мазасын алды. Бар, деді шоқиып отырған сырттан. Ашыққанға қара суда қайрат береді. Өзенге барып тамағыңды жібітті. Орнынан тұрған ана қасқырды төбе басында шоқиып отырған өзенге көзімен шығарып салған сырттан
Бейшара-ай, тағы да 2-3 күн шыдасаң болар еді деп ойлады. Есіне мерзімі жетіп отырған 1-2 хайуанды алып, олардың орналасқан жерін көзімен шолып өтті. Арада біраз уақыт өтті. Өзенге кеткен ана қасқырдың кешіккеніне күдіктенген сырттан орнынан тұрып суға беттеді. Енді ғана бой көтеріп келе жатқан қамыстың арасына кіріп, сол жер өткелге жақындады. Аштықтан әлі құрып көзі қарауытса да, ана қасқырға сыр бергісі келмей, бойын тік ұстауға тырысып келеді. Кенет сырттан басын көтеріп, қарсы алдынан соққан желді иіскелеп тік тұра қалды. Қан аралас жас еттің иісі мұрнын тесіп, сілекейін шұбыртып жіберді. Бұл қалай, ненің еті деп ойлады. Есіне ана қасқырдың суға жалғыз кеткені түсіп, тіршілік иелерінің бірін аштықта шыдамай жарып тастады ма деп күдіктеніп, иіс шыққан жаққа қарай шаба жөнелді. Шауып келген сырттан ана қасқырдың жас етті қомағайлана жеп қанға бояп жатқанын көрді. Бүлдіріпті-ау, қайсысын жеді екен деп ойлаған сырттан. Ненің еті деді бойын ашу кернеп. Өзімнің етім деді етті жұлмалай тартып қомағайлана жұтқан ана қасқыр. Түкке түсінбеген сырттанның көзі ана қасқырдың арт жағына түсіп кетті. Қан аралас қызыл зат ана қасқырдың артында шұбап жатыр. Сонда ғана жеп жатқан затына анықтай қарады. Қарады да шошып кетті. Жеп жатқаны өз баласы екен. Аштыққа шыдамаған ана қасқыр ішіндегі баласын тастап қойыпты. Соны жеп жатыр екен. Бойын ашу кернеген сырттан қаһарлана келіп бас салды. Тірсегіне бас бір тартып мойнынан тістеледі. Тісін ақситып. Өл демесең, не істейін, іш тастап, баламды далаға қалдырғанша ашқан тамағыма талшық етейін деп, бір-ақ рет жұтып ем, жас еттің дәмі тілімді үйіріп, өзімді тоқтата алмадым. Бәрібір енді бала болмайды ғой, болашағымыз үшін құрбандыққа Құдайдың өзі әдейі ішімнен шығарған болар, деген ой есімді алып кетті. Деп 4 аяғын жоғары көтеріп, шалқалай жата кетті. Бұл сөзді есткен сырттан ашуын әлі жимаса да, бейшара-ай, аштыққа шыдамай баласын тастады. Егер сол аштықтан өзі өліп кетсе ше, мен өзім жалғыз қалай ғана ұрпақ өсірер едім, деген ойға қалды. Ана қасқырды жарып тастау райынан қайтып, бала белде аман болса бітер, деп өз-өзіне басу айтты. Ішек қарны шашылып жатқан баласына бір, ана қасқырға бір қарап, өзеннен алыстай берді. Сырттанның алдында кешірілместей қателікке барғанына өкінгендей болды. Ана қасқыр өлі баласының шашылып жатқан денесіне бір қарап, ол да өзеннен алыстай берді. Осы оқиғадан соң ана қасқыр сырттанның дегеніне көніп айтқаннан шыға алмастан соңына еріп жүре берген. Бөрінің бойына біткен үйіріне шашпайтын жақсы қасиет сырттан қасқырдан ауысыпты да. Ашыққанда әлсіздің күштісі талап, қанын ішетін қасиет ана қасқырдан қалған екен деген әңгіме қалыпты. Қазығұрт деген сөз сырттан қасқырдың әділдігіне байланысты аталыпты. Қазы төреші, яғни әділ төреші, құрт қасқыр деген сөз. Сонда қазығұрт әділ қасқыр болып шығады. Сырттандық қасиет бойынан табылатын әділ қасқырлар тұқымы бір кезде қазығұрт баурайын жайлаған екен деген сөз содан қалды.